Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мақсат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Шынымды айтсам, осындай екінші бейнероликті түсіруіме түрткі болған бірінші ата әжелерге арналған ипотека атты бейнеролигім астындағы комментарийлер. Қымбатты достар, қымбатты жиылған қауым. 200-ден астам видеоны түсіре отырады. Мыңдаған адамға баспанаға бағдар беріп жүрген адам. Сіздер ойлайсыздар ма, қажетсіз ақпарат салады деп? Мен түсінетінем, әрине салған ақпаратқа бір 3-4 ай өтіп кетсе, ол ақпарат ескерді, жаңартылмаған екен тағы да басқа дейтіндей. Сол кезде мен халыққа еріккеннен бостан бос қажетсіз ақпаратты береді деп ойлайсыздар ма? Жандарым ау, үлкен өтініш сіздерге. Білмей тұрып, үйтіп адамның сыртына ғайбат айтпаңыздаршы. Қазір мен сіздерге заңды, нақты қырларын айтып беремін. Жазып алыңыздар. Жарайды ма? Мақсатпен YouTube каналына подписаться басып қойсаңыздар. Ата әжелерге арналған ипотека деген жоқ. Мен сіздерге айттым ғой, ата әжелерге ипотека нұрлы жер шаңырақ бағдарламасы бойынша жүзеге асады деп. Жасқа қарамайды дедім. Иә, жасқа қарамайды. Ата әжелерге ипотека деп айтқаным, ата әжелер біліп жүрсін. 80-90-ға келген ата әжелер біліп жүрсін. Кезекте тұрған қаншама ата әжелеріміз бар, білмейді мысалы сонда ипотека барын. Мен қазір ол видеоны түсіріп, кезекте тұрған жандарға ипотека десем, оны көпшілік білмейді ғой, дұрыс па? Иә? Сол үшін мен әдейі ата әжелерге арналған ипотека жас шектеуіне қарамайды деп жазып қойдым. Иә, жас шектеуіне қарамайды, ол ата әжелерге арналған ипотеканың аты нұрлы жер шаңырақ бағыты. Енді қараңыздар, қазір заң бойынша бәрін почеткімен түсіндіріп беремін. Осыны көрсетіңіздерші, өтініш осы видеоны. Қараңыздар. Енді Қазақстан Республикасында тұрғын үй қатынастары туралы деген заң бар. Дұрыс па? Иә. Енді тұрғын үй қатынастары заңы бойынша 12 категория көп балалар бар, мемлекеттік қызметкерлер, 12 категория тұрғын үй кезегіне тұруға құқылы. Егер табыстары қазіргі таңда жан басына шаққаныңыз 3-1 күн көріс деңгейінен аспаса. Пенсионерлер ресми табыс жоқ. Енді сол категориялардың ішінде пенсионеры по возрасту деген бар. Яғни пенсионер адамға табыс керек емес. Жасымен пенсияға шықты ма, по возрасту. Выслуга лет, аномно жазбаңыздар. По возрасту тағыда айтам. Пенсияға шықтыңыз ба? Ана видеода айтқандай. Соңғы Қазақстан Республикасы бойынша сіздің атыңызда 5 жыл үй болған жоқ па? Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қаласында 3 жыл прописка болды ма? Басқаларда прописка керек емес. Мысалы сіз Қызылордада тұратын болсаңыз, Атырауда тұратын болсаңыз, ол жақта прописка керек емес 3 жыл деген. Соңғы 5 жыл атыңызда үй болмаса болғаны. Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент болса, иә, бұл жерде 5 жыл үй болмау керек, қосымша 3 жыл прописка болу қажет. Сіз пенсионер по возрасту категориясы бойынша тұрғын үй кезегіне тұруға құқылысыз. Тұрғын үй кезегіне учетты қазір тұрғын үй басқармасы тұрғын үй фонды қабылдайды. Жилищный фонд дейміз, жилищный управление дейміз. Кезекте кезет сайт арқылы. Бұның алдында ЕГОФ арқылы тұрғын үй кезегіне тұрғызылады. Дұрыс па? Факт айтып отырмын ба? Кеттік дальше. Енді пенсионер по возрасту қандай программаға қатыса? Анау жыл мен тез айтып өттім, негізі бар ғой, сондықтан. Бірақ тез айтып өтсем де 3-4 рет қайталап айттым. Нұрлы жер шаңырақ, нұрлы жер шаңырақ. Қалай болмайды деп айтып жүрген таң қалам, шынымды айтайын бар ғой, как будто мен бір өтірік ақпарат бергендей болып қалдым. Нұрлы жер бағдарлама, сол мемлекеттік бағдарлама. 2020 жыл жүзеге асты. Нұрлы жер 2020-2025 деп аталады. Дұрыс па? Дұрыс. Нұрлы жердің ішіне 4 бағыт кіреді. Бақытты отбасы, арендное жилье, кредитный жүйелі шаңырақ. Шаңырақ бағдарламасы 2020 жыл жүзеге асты, 2021 жылдың басында бюджет бітіп қалды. Яғни, қай бағытында бітті? Бағана первичкаға берілетін. Естеріңізде ма? Первичный жүйелені атстрой компания ала беретін шаңырақ бойынша. Ол бағытта бюджет бітті. Бақытты отбасы қазір болып отыр. Арендный жүйелі болып жатыр. Енді нұрлы жердің кредитный жүйелі деген бағытында, отбасы банкында нұрлы жер шаңырақ деген направление бар. Дұрыс па? Нұрлы жер шаңырақтың өзекке бөлінеді. Просто нұрлы жер. КЖМИО деп аталады. Одан кейін нұрлы жер шаңырақ. Техпорядокты оқыңыздар. Техпорядокты сөйтіп жазылып тұр. Яғни сіз бағанағы өзіңіз сұрап отқан адамға айтсаңыз болады. Технический порядокты осылай жазылып тұр деп. Яғни КЖМИО, НЖ шаңырақ. Енді нұрлы жер шаңыраққа қатысатын адам, вот пенсионер по возрасту, имеет право қатысуға, потому что ол тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес тұрғын үй кезегінде тұр. Нұрлы жер шаңырақ бағытында дәл қазіргі сәтке тек қана гос жилье жүзеге асуда. Тек қана однозначно гос жилье.
Яғни любой кез келген үйді ала бере алмайсыздар сіздер. Мемлекет соққан үй болу керек. Госжүлік қалай болады? Мемлекет белгілі бір облыста қаржыландырады. Акимат үйді соғады. Үйдің соғылып бітуіне 3 ай қалған кезде отбасы банкіне құжаттарды береді. Реализацияға. Отбасы банк сөйтеді да нұрлы жер шаңырақ бағытын бастайды. Дұрыс қой айтып отқаным, достар. Дұрыс. Енді нұрлы жер бағана көп пенсионерлар жазыпты да бүйтіп, бітті үй ала береміз бе деп. Жоқ, достар. Мен жазып отырмын сіздерге. Алдыңғы видеода да айта кетемін. Конкурс болады. И по году постановки, и по вознаграждению. Яғни бүгін кезекке тұра салған пенсионер бірден барып үй ала салу мүмкіндігі болмайды. Белгілі бір уақыт өту керек. Мысалға қарапайым тілде айтқан кезде былай. Нұрлы жер шаңырақ бағытында 10 пәтер қойылды конкурсқа. 10 пәтерге сіздің кезегіңіз 2016 дейік. Сіз өтінім бердіңіз, қалған 9 адамның кезегі 2017, 2018, 2019, 2020. Конечно, сіз өтесіз. Қарапайым тілде айтқан кезде, мына, акимат үйді реализацияға бергеннен кейін бірінші этап жап-жаңа үйді береді ғой, жап-жаңа үйді. Нұрлы жер шаңырақ бағытында. Сол кезде по году постановки в очередь конкурс болады. Тағы да айтамын. Пенсионеры по возрасту нұрлы жер шаңырақ бағдарламасына только госжүлігі қатыса алады, мемлекет соққан. Әр қаланың өзінің утвержденный за квадратный метр бағасы бар. Нұр-Сұлтанда 220 мың. Алдыңғы жол бағасын сіздерге айтқам. Ол қалай жүзеге асады? Акимат 3 ай қалған кезде береді банкқа, конкурс баста деген старт. Сөйтеді да банк конкурс бастап кетеді. Бірінші этап. Жап-жаңа үй. Чистовой, кейбір қалаларда черновой да беріліп отыр. Бізде мысалы Нұр-Сұлтанда көбінесе чистовой беріледі. Тап-таза, әп-әдемі. Жап-жаңа үй тұр. Бос бүкіл пәтерлер. Ең бірінші конкурс өткен кезде по году постановки очередь өтеді. Бағана айттым, 10 үй болса, мысалға, обычно 100-200 үй болады. 50 үйде болуы мүмкін. Әр қалай да, мысалы, остатықтар болса одан аз болады. Бірақ ең бірінші конкурс болған кезде по году постановки очередь болады. Сізде 2016, сізден бірге 10 пәтерге өтінім берген адамдардың кезегі 2016-тан кейін ба, значит, сіздің ұтып кетуге мүмкіндігіңіз бар. Қарапайым тілде айтқан кезде, бірінші этапта кімнің год постановки старшы, сода мүмкіндік болады өтуге. Сіз 2021-22-де кезекке тұра салып, сіз 2018, 2019, 2020, 2015, 2012, 2014 ұтып кете алмайсыз. Енді бірінші конкурс өтеді. По-любому мынаяқтан пәтер артылып қалады. Біреу төлем қабілеттілігін растай алмай қалады, біреу өте алмай қалады. Бұл жерде айтып отырмын ғой, не только пенсионер по возрасту қатысады, бүкіл 12 категория қатысады. Біреу төлем қабілетін растай, біреу ұнамай қалады, тағы да басқа көп қой енді факторлар. Біреудің доходы превышать етіп кетеді. Сөйтеді де екінші этап болады конкурстың. До конца реализация вознаграждение бойынша. По вознаграждению дейді. Яғни қарапайым тілде айтқан кезде сіз өзіңіздің депозитіңізде қанша ақша жинадыңыз, соның үстіне түскен сыйақы бар ғой. Депозитін ашсаңыз көресіз, сыйақы деген. Без госпремии. Госпремия саналмайды бұл конкурста. Сыйақы вознаграждение. Сол сізде көп болса, сізде ұтуға да мүмкіндігіңіз жоғары болады. Түсіністер ғой. Яғни сіз пенсионер по возрасту екен деп сіздерге мәнсіз сізге үйді бере салмайды. Сіз кәдімгідей конкурсқа қатысасыз. Конкурста біріншісі жыл кезегімен болады, екіншісі вознаграждениемен болады. Жыл кезегіңізбен вознаграждениемен ұтып кетіп отсаңыз, онда керемет. Енді дальше. Нұрлы жердің шарттары, банктың проценті 5%, бастапқы жарына 10 мен 20 арасында. Ол конкурс өткізуші ауданға байланысты. Сумма займ анығын бөліп бердім, қалаларда 12, 15, 18 миллионға дейін. Технический порядок нұрлы жер шаңырақта бет жазылған. Если возраст заемщика превышает 70 лет, жақсылап тыңдаңыздар. Техпорядок направление нұрлы жер шаңырақ. Енді мынандай сұрақтар туындап отыр ма? Мақсат мырза бұның бәрін қаяқтан біледі? Мен өзім отбасы банкінде 2 жылдай жұмыс жасадым. Обучениеде жұмыс жасадым. Көбінесе обучение, тікелей эфирлер өткіздім. Және де отбасы банкын өте жақсы көретін адам ретінде, отбасы банкын бағдарламаларын әрқашанда қарап жүретін адам ретінде мен күні-түні өзгерген регламент, правила, техпорядок бәрін оқып отыратынмын. Міне, содан мен есімде қалып кеткен техпорядок, технический порядок нұрлы жер шаңырақта. Если возраст заемщика превышает 70 лет, то созаемщик вправе привлечь 2 созаемщиков деп тұр. Заемщик, да. Вправе привлечь 2 созаемщиков. Пенсионер по возрасту екіге бөлінеді дедім, работающий, не работающий. Көрдіңіздер ма? Работающий болса, екі любой созаемщик тарта береді, өз жұмыс жасса, бағана жұмыстан справкаларын алып келеді, анау жылы айтқан видеода. Бағана выписка по карчету, справка о зарплате, плюс пенсия алатын жөнінде бағана есінде алып келеді справкасын. И не работающий болса, бір родной и бір любой созаемщик тарта береді. Родной деген өзі босанған, өзі туған, әйел, өзінің баласы да туған баласы. И бір любой. Кейбір кезде банк, екі родной, екеуі де өзіңіздің туған балаларыңыз болсын деп требовать етуі мүмкін. Табыс жан басына шаққан кезде нұрлы жер бағытында 3-7 күнкөріс деңгейіне аспауы тиіс.
жан басына шаққан кезде. Яғни сіз пенсионер по возрастусыз, бағана екі балаңыздың да табысы 500 мыңнан асып кететін болса, әрине ол кезде конкурстан ұту мүмкіндігі, ұтсаңыз да, өтсеңіз де төлем растайтын кезде сізге айту мүмкін. Есть требования по госпрограмме. Доход на каждого члена семьи не должен превышать 3,7 от прожиточного минимума. 3 күн көрсеңіз аспауы тиіс. Ол дегеніміз 138.339 теңге. Мысалға, сіз өзіңіз пенсионер по возрасту, жасыңыз 90-да, плюс 2 балаңыз созаемщик болып отыр. 2 туған балаңыз, мысалға. Онда 3 адамға табыс аспауы 415 мың 17-тен. Егер 2 балаңыздың әрқайсысының доходы 500 мыңнан болса, онда, извините, сіздер госпрограммаға қатыса алмайсыздар, потому что превышение дохода болып жатыр, достар. Түсінсіздер ғой, өтініш. Но если бір балаңыздың доходы превышать етіп, бір балаңыздық аспай тұрса, ол жерде банк менеджерлары сізге дұрыс бағыт бағдар береді деген ойдамын. Ол жерінде де бағаны қарайды. Сондықтан түсіністір ғой, достар, үлкен өтініш, білмей жатып, біреуді ғайбаттау, біреу өтірік ақпарат бердім деп айту түсінетінен мен бір хайп іздеп жүрген біреу болсам. Достар, Қазақстан Республикасы бойынша Құдайға шүкір осы уақытқа дейін баспаналы болған өте көп адамдар бар. Мен бұл бағытта таза, пайдалы, қажетті ақпарат беру үшін жүрмін. Адал ақпарат беру үшін жүрмін. Дұрыс ақпарат беру үшін жүрмін сіздерге. Үйтіп ғайбат жазбасаңыздаршы, білмей тұрып, не үшін өйтіп айтасыздар сіздер? Мені түсіндіріп бердім ғой сізге. Тұрғын үй қатынастары туралы заң бар, 12 категория кіреді, пенсионер по возрасту кіреді, нұрлы жерге 4 направление кіреді. Соның нұрлы жер шаңырақ деген бағытына қатысасыздар. Просто так пенсионер по возрасту екен деп сіздерге первоначальный төлеткізіп, үй бере салмайды, конкурс өтеді. Погода постановки өтіп, бағын түсіндірдім, кімнің кезегі ерте қатысқан адамдарына сол өтіп кетеді, немесе по вознаграждению өтеді дедім. Мен айттым даже сіздерге, техпорядокта бар, конкретно жазылған, если превышает, то может привлечь 2 созаемщиков деп. Пенсионер да 2-ге бөлінеді дедім, работающий, не работающий. Осы бағытта баспана алып отқан адамдар көп, негізінде әңгіменің ашығы. Мен бір оқырманым жақында Шымкенттен алды. Басқа қалалардан да көптеген жазып отады оқырмандарым, мысалға. Нұр-Сұлтан қаласынан қаншама оқырмандарым осы бағытта үй алып кеткен. Енді өздеріңіз логически ойланып көріңіздерші, зачем пенсионер по возрасту деген категория бойынша сіздерді кезекке тұрғызады, егер әрмен қарай сіз тек қана бағана кезекпен үй бергенін күтіп отыратын болсаңыздар. Нұрлы жер шаңырақ бағытында соның бәрі қарастырылып қойған, пенсионерлерге де дұрыс бағытта баспана алу үшін. Сол қымбат достар, үлкен өтініш. Ақпаратты зерделеп барып, біліп барып айтсаңыздаршы. Егер түсінемін, егер сіз пенсионер по возрасту, созаемщиктарыңыз жоқ болып тұрса, әрине сіздің өзіңізге бермейді. Без созаемщиков пенсионер по возрастуға ипотека берілмейді. Обязательно созаемщиктар керек, достар. Өйтіп айтпасаңыздаршы, адам намысына тиеді. Сөз деген негізі ол. Бостан бос айта беруге де болмайды ғой. Жақсы достар, аха. Бұл каналда тек қана шынайы ақпарат айтылады. Түсінетінем, егер осыдан бір 3-4 ай бұрын салынған видео болып, одан кейін бір нәрсе өзгеріп кетіп отса, мақсат, мынау өзгеріп кетіпті ғой десеңіздер, мен бір жаңа видео түсіріп беріп отсам да, өзгеріс болды деп. Айналайындар, осы жақында ғана түсірген видео ғой. Бұл каналда ескірген ақпараттар толып жатыр, потому что біз уақытылы салып отырамыз. Мысалда өзгеріс болса, былай деп салып отырамыз, анау болса, былай деп салып отырамыз. Сондықтан, бұрын, мысалы, 2 жыл бұрын салынған ақпарат болса, айтатын, ол ақпарат ескіріп кеткен ғой деп. Сол достар, аха. Баршаларыңыз осы бағыт-бағдарды дұрыс пайдаланып, баспанаға әрекет жасаңыздар. Сіздермен бірге болған сүйікті ұлдарыңыз Мақсат мырза, үлкен өтініш Мақсатпен YouTube каналына тіркеліп, осы видеоны таратып қойсаңыздар, әр қазақстандық баспаналы болсын, Мақсатпен Мақсатқа.